Бүгінгі тренингтің тақырыбы алғысым шексіз анашым. Жүрегі елжіреп тұрады. Сондай мейірімді. Көңілім түсіп, бір нәрсе ренжіп отырсам, не болды мама деп жатады. Балалардың бәрі ойнайды, бірақ менің ойнайтын ешкімім жоқ. Мен жалғыздық пен тастандылықты сезінемін. Мен үшін жаңа шексіз. Біздің отбасымызда осындай қызымыз болған үшін мың алғыс. Шарығым, қызым, лағылым. Мың аттың ішінен таңдап алғанмын лағыл деп. Ақылды болған үшін өте жауапкершілік. Қиын сәттерде, өмірде қандай да бір мәселелер туындаған кезде Кішкентай кезінде Ризадан ертегі айтып беретінін жаттап алған шығарсың енді. Білесің ғой, қарап тұр, сол Аллада бір ғана керемет бала бар екен. Мен үшін ең күшті адамсыз. Қасында болған маған әрдайым қуаныш сыйлайды, әрдайым қолдау көрсетесің, ақыл айтасың. Сен қанша жақсы көремін. Сізге барлық үшін рахмет айтқым келеді, мама. Жақсы көремін сізді. Оның мен қасында бар екеніне шүкіршілік етемін, оны қатты жолсыз деп. Сағындым сені, менің ханшайымым. Менен де жақсы адам болуға армандаймын мен. Құшақтадым сені, сүйдім, ескедім. Жақында кездесеміз. Менің анам болған үшін үнемі қолдау беріп, маған үнемі көмегін беріп жүретін үшін алғысым шексіз. Менің анам мен үшін батыр адам. Мен осыны мамамды үлгі қыламын әрдайым. Көңілім орныма түсті. Осы іс-шараға рахмет айтамын. Мен мамам бар болғанына өте қуаныштымын. Анам әрқасымда жанында табылады. Өзімнің жалғыз болғанда еркелігімді де көтереді. Мамамды қатты жақсы көремін. Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана маңдайымнан сипаған, жылы киіп жүріп